вдруг после 24 числа вдруг казахстанцы начали жаловаться, что в Казахстане обижали, ущемляли русскоговорящих. Где? В садике, во дворе какая-то бабушка, где-то в лифте вас ущемляли. Вы что такие обидчивые? Вы что такие слабые? Вы же медведи, вы же сильны духом. А откуда вот такая слабость у вас? Я не могу понять. Если каждый казахстанец будет жаловаться о том, что типа ушемляли, то вообще сейчас будет здесь хаос. Ребята, вы что? После 24 числа не надо тут делать провокацию, не надо делать межнациональные Казахстан не войны. надо трогать. Ай, У нас все нормально, никто ни с кем, никто никого не Привет, ущемляет. Ренат. Здравствуйте. Вы вспомните сегодня, что вы делали, кто вам подходил и сказал казахша сөйле, казахша сөйле. И вообще, мне насрать, на каком языке вы будете говорить, честно. Я не хочу, чтобы, типа, заставить вас говорить на казахском. Это полный бред. Сегодня, завтра никто вас не заставит. Все идет постепенно, постепенно. Все. Здравствуйте, саламатсыба. Просто понимать простые вещи надо. Я хотела бы сказать, тут, знаете, некоторая нетерпимость, она неуместна, так как мы многонациональная страна. И нужно не забывать, сколько казахи тоже спасли разных. Почему-то наши дедушки, прадедушки не делили нас. Ты казах, ты русский. Мой лично дедушка 15 чеченцев. Привет. 15 чеченскую семью спас. Его семья. Последним хлебом они делились. Но они не оскорбляли, не опускались до такого уровня, чтобы мы... Понимаете, оскорблять не надо никого. Каждая нация сама по себе великая. А оскорблять никого не надо. Мы все как-то дружно все жили. Что случилось такое, что мы начали ненавидеть друг друга? Оскорблял? Ну вот девушка тоже, вы говорите, там, сайқал дейсіз. Зачем в прямой эфире так оскорблять? Ол білгені сол болса, надандылық болса, ол өзіне. Сіз одан жоғары болыңыз. Шаш жалбыраған сайқал, миында түк жоқ, парасат жоқ, рахметі жоқ. Соны айтып тұрған сіздің миыңыз бар ма? Сіз одан жоғары болуыңыз керек. Одан да көп нәрсе айтатын еді. Еркімде болса әбден боқтайтын енді, өкінішке орай. Подождите, теперь я вам так скажу. Мой отец, менің әкем 70-ші жыл Қытайдан келген Қазақстанға. Қазақстанға келген. Қазақ тілін бір ауыз сөз білмей келген менің әкем. Маған көп сөйлемеңіз деп айтпай қойыңыз. Қалай қазақ тілін білмей келеді ол Қытайдан? Ол өйткені қазақ емес ұлты. Кім оның ұлты? Ұйғыр ма? Ну, неважно, кім болса да, ол қазақ емес, в общем. Келді Қазақстанға тіл білмей. Не орысша, не қазақша білмей келді. Бұл елді жақсы көріп, қазақ келіншек менің анамды алды. Жоқ, бұл жерде маңызды болып тұр ғой, ол кісінің ұлты ұйғыр болса, ол ұйғыр қазақ тіліне жақын тіл, ол қазақтар түсінетін тіл ғой ол. Или Қытай ма? Жоқ, ұйғырда бар арасында, монғолда бар, шатасы сондай. Тіл білмеген, келген бұл жерге. Тіл білмеу мүмкін емес қой, біледі ғой. Егер ұйғыр болса, ол тілді білу. Я говорю сейчас про то, что мы, когда сюда приехали, моего отца тоже встретили, разные ситуации были. Қытайдан келдімде постоянно қазақтарды ұра беретін мен әкемді. Сондай көп нәрсе болды. Сол 10 келген Қытайдың арасында 5-еуі өзінің қолын жұмсап, асылып өлді шыдай алмай. Сондай көп ситуация болды. Бірақ бізде әкеміз, біздің үйде бәрібір де қазақша сөйлеттіретін, айтатын, бұл сен ананың тілі үйрендер. Біз орысша мектепте оқыдық бәріміз, бірақ өзіміз бәріміз үйде қазақша сөйледік. Бәрі айтады, қазақша сөйле, жарайды, біз сөйлейік қазақша. Бәріміз сөйлейміз, білеміз. Бірақ баланы сіз оқытқан кезде неге литература жоқ, неге сондай маңызды тіл үшін нету литературы, все поздно переводится, понимаете? Нету развития. Почему? Вот тут же дело не в языке, не в желании его учить, понимаете? А недоступности литературы. Плюс нету бесплатных курсов казахского языка. Подождите, я вам скажу, так как я невестка писателя. Подождите, я вам скажу, я невестка писателя казахского. Я невестка писателя казаха, который написал литературу, много очень книг Некрасова, Лермонтова, Гоголя, все переводил на казахский язык, чтобы менің қазағым білсін деп. 30-шы жылы ату жазымға дейін болды за то, что он топил за казахский язык, понимаете? Но многие даже его не знают. Многие даже не знают, кто это. Кімдегі аты жөні кім? Айтсаңызшы.
Но я не хочу сейчас в прямом эфире говорить, потому что их мои не все знают. Вы же говорите, не знаете, может, вы знаете. Вы говорите, что литературы нету на казахском, вы лжете, есть литература на казахском. Ну какая, скажите, давно скажите переведены автор, все мировые классики. Какие? Все А как вот мировые перевод, классики скажите? переведены на казахский язык. Ау. А где они продаются? Ни одной библиотеки. У нас, понимаете, нету ни одной библиотеки, нету никакой культуры. Смотрите, у нас даже вот элементарно, вы зайдите в Меломан. Единственный Меломан продает. Где книжные магазины? Вот я жила в Санкт-Петербурге 5 лет. В каждом буквоед там, на каждом углу книги. Почему у нас не продают книги? Даже подождите. Да я знаю, там единственное в Алмате. У нас даже в Астане нету книжных. У нас книжных магазинов нету в Астане. Где, скажите, что культурного есть, скажите? Вы врете. Давайте, можно меня отключить? Писатели месяца, во-первых. Во-вторых, вы не казашка. Да. Вы сами сказали, да? Как вы можете говорить, что нет литературы? Любой қазақ болмасам да қазақша білем. Қазақ еліне жала жауып отырсыз ғой. Мен сізге дәлелдеп беремін, мен сізге әдебиет. Мен жала жауып жатқан, мен сізге айтып жатырмын, что бәрібір да бір-біріне сыйы болу керек. Адам бір-біріне сыйы болу керек. Неге сіз айтып отырсыз, бізде әдебиет жоқ деп? Жоқ, мен мында кірем, бәрі ұрсады, там орыс қол дейді, неше түрлі айтады. Бір күн ішінде орыс қол деген жоқпыз, имейте в виду, демек сіз басқа жерде маған айтпаңыз Қытайға бар деп, білдің ба? Сен кімсің? Мен өзім туған елімде тұрам, тілімді, ділімді де білем, білдің ба? Маған сен кімсің айтатын, басқа елге кет деп. Қазір мен осы стримді алам да кінбігі жазам, білдің ба? Сен кімсің? Қараш комментарий жазып жатқан, Қытайға кет деп. Сен кімсің маған айтасың, мен бұл жерде туып өлген елімде. Кім жазып отыр оны? Мне комментарий жатыр Қытайға. Мен бұл жерде туып өскем, қаным төгілген бұл жерде. Шаруам болмасын қайтпасам да. Менімен сөйлесіп отырсыз ғой, сіз қайдағы бір жазып отқан адамдар бұл жақта қатысы жоқ қой. Мен сізге айтып отырмын, қазақ тілінде әдебиет бар. Баяғыда бүкіл әлемдік классиктардың бәрі аударылған. Лермонтовыңыз, Достоевский, Абайдың кезінде аударылып қойған олардың бәрі. Сіз білесіз ғой оның бәрін. Абайдың өзі аударған ғой олардың бәрін. Қалай сіз әдебиет жоқ деп мұнда бетіңіз бүлк етпей өтірік алдап отырсыз бүкіл халыққа? Жоқ, қараңыз, контенттің бәрі орысша, например, да, качественный контент. Ну вот контент сейчас, который ютубқа кірсеңіз, қазақша мультфильм да бар, бәрі де бар, ертегі де бар, алдар көсе деген. Соны балаларыңызға көрсетпейсіз ғой сіз, дұрыс па? Қошқар мен Теке деген мультфильм көрдіңіз ба мысалға? Қазақша бар ғой мультфильмдар, толып жатыр ғой. Мен көрем, мен балаларым көреді мысалға. Сіз көрсетпейсіз просто балаларыңызға. Жоқ, мен ютубта может бар. Тұра тұрыңыз, мен сізге айтамын. Вот бізде Астананы алыңызшы. Неге кітап сататын жер жоқ? Даже вот Алматыда мынандай оқиға болған кезде кітапхананы ешкім тимеген. Значит, ол кітап ешкімге керек емес деген сөз. Кітап маған керек, сізге керек емес болса, маған керек. Мен қазақша оқитын адаммын. Жоқ, сіз ғанасыз. Бәрі сондай емес қой. Тыңдаңыз, біздің президентіміздің әкесі жазушы болған білесіз бе? Кемел Тоқаев деген алғашқы қазақ тілінде детективный жанрда жазатын жазушы болған. Сіз соны білесіз бе? Қалай сіз әдебиет жоқ деп айтып тұрсыз, ұялмаймын. Мен сіз қараңызшы. Әдебиеттің бәрі қазақша бар, болған и болады. А неге онда кітапхана, сондай дүкендер жоқ кітап сататын? Мен сізге қазақша кітапхана тауып беремін осы жерден, Алматыдан. Кітап дүкендер. Алматыда мен білем бар екен, біздің Астанада жоқ. Астанадан да тауып берем керек болса. Қай жерде айтыңыз, интернет магазиндерді ғана бар. Білмеймін, өзім Астанада тұрмағанын айта алмаймын сізге, бірақ Алматыда да барлық жерде бар. У нас просто единственный Меломан есть. В Меломане только книги. Сылтау. Қазақ тілін жақтырмағаннан кейін сондай сылтаулар болады. Неге сіз соны айтасыз, мен қазақша сөйлеп тұрғанда? Енді сіз анау жоқ, мынау жоқ, сіздікі сылтау болып тұр ғой. Ол сылтау емес, просто оны агрессивность. Қараңызшы, мен сізге айтамын, мектепте қазақ тіл бергенде, любой, даже вот біз Астана, білмеймін, басқа қаланы алмаймын, Астанада, мен көп апалардың балалары бәрі қазақша оқиды. Соның балалардың бәрі мектепте орысша сөйлейді. Даже собрание болған кезде. Бұл кісі айтады да, менің әкем Қытайдан келді, қазақ тілді білмеген. Енді айтып жатыр, менің әкем қазақ тілге кітаптарды аударды. Енді үйренген ғой. Өз-өзіне қарсылас сөз. Мен әкем бес, мен сөзді бөлмеңіз шамалықты. Біраз сөйледіңіз, енді мен де біраз 1-2 минут сөйлем де кетем.
Мысалы мен макем Азвида оқыды, Алматинский зооветеринарный где? институтта, қазақ тілде оқыды. Мен мамам нархозда оқыды, народно-хозяйственный бухгалтерияны бітірдім, қазақ тілде. Анау Сатпаев атындағы политехникалық университеті баяғы заманнан бастап бүкіл жаңағы техникалық литературасы қазақ тілінде болған. Меломанды айтып жатсыз, меломан кірген кезде Алматыдағы меломанға бадырайып тұрып, ең бірінші қатарлар қазақ тіліндегі кітаптар, бүкіл жаңағы дүниежүзілік классиктар кәдімгідей жаңа переплетта, жаңа неде, жаңа обложкамен тұр қазақ тілінде, ешқандай несі жоқ. Мен не айтайын деген Асыл? Мен саған WhatsApp-қа не жібердім, бір скрин, осы чаттың скринін. Соны фонға 1-2 минутқа қойсаң, анау бір осы жақта отырған кісілер бізді мамбеттеп, бүкіл халқымызды не балағаттап жатыр да, соны көрсін да өзі. Қазір да не жазып жатыр, Кити деген. Фонға қойсаң көрсін қалай. Фонға қойылмайды, оны қазір нетуім керекпін, жүктеуім керек. Жарайды, әйтеуір жібердім саған. Аха. Рахмет аға, Серік аға, бәрі жақсы. Қалайсыңдар? Неге сіз айтасыз, қазақ тілінде кітап жоқ деп? Кітаптар толып отыр ғой? Мен айтпаймыз жоқ деп, мен айтам сізде ол аз. Оның особенно қараңызшы. Жоқ, литература одна. Давайте возьмем научную литературу. Қандай мақсатпен сіз айтып отырсыз соның бәрін? Неге айтып отырсыз солай? Давайте возьмем научную литературу и по IT. Даже по IT-технологии, книги на казахском языке, они очень поздно переводятся, когда нынешняя, она не актуальна становится. Ер адам сөйлегенде аузында жауып отыршы. Не надо мне рот закрывать. IT-технологияның кітаптары болмаса, онда немене? Қазақ тілін оқымай қояды ба онда бәріміз? Неге ол керек деп, бізге? Потому что все нужны книги, которые сейчас мы говорим, если да, цифровое правительство, все идет цифровизация. Вы посмотрите, они же все на английском языке и на русском только читаются. Потому что пока она переводится на казахский язык, уже технология не актуальная. Я в этом направлении тоже говорю. То же самое по медицински берем книги. Ну и что? А литература это одна, литература это для общего кругозора нужно, да. Может быть, ее куча и есть, но именно доступная научная литература, ее практически нету. Приходится с первого, вот мне племянница учится на физика, ей приходится с первого находить на русском, а потом переводить, чтобы писать в университете там какие-то, не знаю, доклады или еще что-то, потому что их нету. И что теперь, в чем проблема? Я про это и говорю. Контент жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деп. Біздің қазақша оқитын студенттеріміз екі тілде ауыстырады. Контент развивать, қарындас. Барлығына сәлем. Маған бір сөз беріңізші. Сөз беріңізші. Вот Зарина говорит, IT типа не переводится. Во-первых, вся IT-индустрия не зациклена на книгах. На книгах вообще ничего из IT не преподается. Это во-первых. Во-вторых, все сайты, которые... Давайте не будете вы меня перебивать, я учусь на IT. Во-вторых, сайт MDN. Сайт MDN. Вы не кричите, у вас, по-моему, что-то с психикой. Вы не кричите, спокойно говорите, не надо агрессировать, свою точку зрения кричать. Вы же мужчина, держите себя в руках. Соблюдайте, Зарина. Мужчина пришел, мужчина говорит, вы в Казахстане живете. Мужчина тоже человек, на гендер не надо делить невоспитанность. Причем здесь делить? Вы живете в Казахстане, здесь есть наши обычаи казахские, которые вы будете соблюдать. Я тоже живу, не надо мне указывать, я знаю все обычаи. По-любому ты будешь уважать, поняла ты? Казахские обычаи и традиции. Ты живешь в Казахстане. Пожалуйста, дайте слово дальше договорить. Не надо мне рот закрывать. Ағайындар, сен адамша түсінбей тұрсың ғой сен. Саған жаңағы мен айттым, аузыңды жаптым. Тағы бір рет. Не надо мне закрывать рот, своим дочерям закрывайте рот. Что вы мне рот закрываете? Подождите, дайте слово, дадим человеку, вот пусть он выскажется. Одной толпой на женщину, правильно говорите? Потому что, знаете, когда нету аргументации, переход на личности говорит, а потом с аргументацией. Давайте ему слово дадим. Говорите. Айтыңыз. Сайт developer.mozilla.org. Сайт для обучения на IT-специальности по веб-программированию, во-первых. А вы где учитесь? Во-вторых,
вся вот эта документация идет на английском языке. Я В-третьих, знаю, на во оригинале всех написано. браузерах есть такая штука, перевод, translate. И выбирается Вот язык. вы признались, то, что Русский транслейтом все язык, пользуются. казахский язык, любой язык и доступен для обучения на всех языках мира. Так что, когда вы говорите, что нету IT на казахском языке, вы откровенно лжете. Все, у меня все. Рахмет. Вы, наверное, не работаете в IT, просто поэтому говорите. Вот Да, если вы ой, работали бы тогда- в IT, сейчас, например, есть 6 видов